Жалпы транзистордың өрістік деп аталу себебі бұл жерде электр өрісі арқылы басқарылатындықтан өрістік транзистор болып аталынған. Биполярный транзистор деген бар, оны білесіздер. Бұлар электр тоғы арқылы басқарылады. Екеуінің ең негізгі ерекшелігі осында. Өрістік транзисторларды кей жағдайда униполярлы транзистор деп те атайды. Жалпы өрістік транзисторлар екіге бөлінеді. P-ін өткелі арқылы басқарылатын өрістік транзисторлар дейді. Біз оны өткен сабақта қарастырған болатынбыз. Бүгінгі сабағымызда затворы оқшауланған өрістік транзисторлар. Жалпы оқшауланған затворы бар өрістік транзисторлар өз ішінен екіге бөлінеді екен. Яғни индукцияланған немесе ендірілген арнасы бар өрістік транзисторлар. Бұлар өз кезегінде P каналды және N каналды болып ішінен тағы да бөлінеді. Енді ендірілген арналы өрістік транзисторға келетін болсақ, бұл жерде суретте көріп отырғандарыңыздай, сол жақ бас жақтағы суретте ендірілген арналы өрістік транзистордың шартты белгіленуі көрсетілген. Яғни А суретіміз N типті және Б суретіміз P типті өрістік транзисторлардың, яғни ендірілген арналы өрістік транзисторлардың. Басқаша айтқанда, бұл транзисторларды MOF және МДП деп аталады. Яғни MOF дегеніміз металл окисль полупроводник. Яғни қазақшалап айтатын болсақ, металл окисль және жартылай өткізгіш. Болмаса, металл диэлектрик жартылай өткізгіш. Бұл жерде подложка дейді. Тағы да бір ерекшелігі бұл MOF және МДП транзисторларының. Бұл жерде 3 емес 4 электрод болады. Биполярный транзисторларда, или болмаса P-ін өткелі арқылы басқарылатын өрістік транзисторларда бізде 3 электрод бар еді. Бұл жерде 4 электрод. Яғни 4-ші электрод подложкада да электрод болады. Яғни оны истокпен қосып жасайды. Екеуін біріктіріп жібереді жасаған кезде. Көрейік мына жерде. Яғни бізде затвор көріп тұрсыздар. Көкпен белгіленген, бізде ол металл болып табылады. Ал анау күлгін түспен белгіленген, бұлар біздің диэлектрик. Көріп отырсыздар. Затвор бізде жартылай өткізгіштен изоляцияланған. Исток пен сток жартылай өткізгішке тікелей контакт бар, яғни полупроводник, металл екеуі тікелей контактке түсіп тұр. Бұл жерде, яғни затворда тікелей электрлік өткізгіштік жоқ. Енді көрейік бұл жерде. Яғни затвор мен исток N типті. Канал да бізде N типті. Бірақ затвор мен исток өте жоғарғы деңгейде легерленген, яғни қоспалар қосылған. N дегеніміз, яғни 3-ші топ білеміз. Бұл кремний бізде 4-ші топта болатын болса, бұл жерде 3-ші топтың элементтерін, яғни қосатын болсақ, біз бұл жерде, кешіріңіздер, 5-ші топтың элементтерін қосатын болсақ, бұл жерде, яғни электрондардың жаңағы артық электрондар пайда болады. Бұл жерде, яғни қоспалар өте көп қосылған. Тағы да бір қарай кететін нәрсе, бұл жерде бізде диэлектрик ретінде окисль, яғни кремний окислі қосылынған. Кремний окислі арқылы бұл жерде изоляцияланған. Кремний окислі дегеніміз бұл жаңа кремнийдің тотығы, кешіріңіздер, кремнийдің тотығы арқылы изоляцияланған. Бұл деген өте жақсы диэлектрик болып табылады. Енді бұл жерде транзисторды басқару үшін кернеу затвор арқылы беріледі. Яғни затворға берілген кернеудің мәніне байланысты. Мына жерден қарап көрейік. Яғни астыңғы жағында көріп отырсыздар, вольтамперлік сипаттамасы берілген. Яғни затвор исток кернеуі, яғни біздің басқару кернеуі, бұл жерде сток исток негізгі кернеу,
сток пен истоктың арасынан беріледі. Содан кейін стоктың тоғы бар бізде, яғни канал арқылы өтетін тоқтың мәні. Мына жақта көріп отырсыздар, оң жақтағы суретте. Яғни затвор истоктың тоғы 0 болған жағдайда бізде шамамен 4 миллиампер тоқ өткізіп тұр канал. Ал егер затворға 10 кернеу беретін болсақ, тоқтың мәні ұлғайғанын көріп отырсыздар. Ал егер затворға теріс кернеу беретін болсақ, яғни минус кернеу беретін болсақ, бұл жерде тоқтың мәні азайып тұр. 1 вольт бергенде. Ал егер бұны 2 вольтқа дейін түсіретін болсақ, мүлдем тоқ 0-ға тең болады. Бұл неге дейтін болсақ, затворға біз егер оң таңбалы кернеу беретін болсақ, білесіздер, бізде канал қандай? Канал, сосын кейін еще исток пен сток. N, исток пен сток еще плюс N, а канал N. Аз деңгейде легерленген. Яғни, бұл жерде оң таңба беретін болсақ, әр аттас зарядтар бір-біріне тартады дейді. Яғни, истоктағы жаңағы оң теріс зарядтар затворға қарай тартылады екен да, барлығы осы затвордың астына қарай жиналады екен да, мына жақтағы каналдың ені үлкейеді екен. Ал керісінше минус кернеу беретін болсақ, бір аттас зарядтар бір-бірін тебеді дейді. Яғни, бұл жерде өзінің астындағы электр кернеуі, жаңағы мынау каналдағы электрондардың барлығын өзінен ары қарай итереді да, мына жердегі жаңағы каналдағы электрондардың барлығы кетіп қалады екі жаққа қарай, сток пен стокқа. Сол арқылы ана жақта астындағы подложкадағы P, яғни подложкада, яғни бізде плюс, керісінше жаңағы P типті теріс зарядтарды өзіне қарай тартады, каналдың жабылуына әкеп соғады. Ал енді келесі индукцияланған арналы өрістік транзистор дейді. Бұл жерде тоже сол жағында шартты белгіленуі тұр, ал оң жағында жалпы құрылысын көрсетілген. Бұл жерде тоже 4 электрод бар. Исток пенен подложканы қосып жібереді. Бұл жерде исток пен сток N типті, яғни плюс N дейді, жоғарғы деңгейде легерленген. Алдындағы сияқты бұл жерде канал жоқ. Яғни затвор тікелей подложкадағы P типті жартылай өткізгішпенен үстіне орналасқан, бірақ екі арасында ешқандай электрлік контакт жоқ. Көріп отырсыздар, бұл да кремний тотығы менен изоляцияланған. Жұмысына келетін болсақ, қараңыздар, мына жерде тоже затвор исток, яғни бұл жерде пороговый кернеуге жетпейінше басқарушы кернеу, бұл жерде бізде канал болмайды. Ал егер басқарушы кернеу жаңағы пороговый напряжениеге жеткен кезде жасанды канал пайда болады, яғни индукцияланған. Бұл қалай болады дегенге келетін болсақ, затвор арқылы, затворға егер көріңіздер мына жерде, бұл жерде тоже үш мәнді қарастырайық. Бірінші стоктағы тоқ, екіншісі сток кернеуі, үшіншісі затвор исток кернеуі. Көріп отырсыздар, УЗИ 0-ға тең болған кезде бізде ешқандай тоқ өтпейді. Ал енді затвор истоктағы кернеуді көбейткен кезде бізде жасанды канал пайда болады, исток пен стоктың арасында. Осы канал арқылы тоқ өткізеді екен. Канал қалай пайда болады дейтін болсақ, егер біз затворға плюс кернеу беретін болсақ, затвордың астында, яғни бізде канал жоқ, яғни P типті жартылай өткізгіштір. Плюс кернеу беретін болсақ, не істейді? Бұл жерде бір аттас зарядтар бір-бірін тебеді, яғни P-дағы тұрған.
Ал әраттас зарядтар бір-бірін тартады дейді. Әраттас зарядтар қайда тұр? Бізде исток пен сток. Яғни исток пен стоктағы электрондар затворға қарай жылжиды екен. Яғни күшпен. Ненің күшімен? Басқарушы кернеудің күшімен. Осы арқылы бізде индукцияланған канал, яғни арна пайда болады екен. Осы арна арқылы тоқ өткізуге болады. Жалпы осы затвор исток кернеуін көбейту арқылы тоқтың каналында енін үлкейтуге болады. Бұл суретте көріп отырсыздар өздеріңіз. Жалпы енді өрістік транзистордың түрлеріне келетін болсақ, бұл жерде әртүрлі корпуста жасалынады. Жекелей транзистор ретінде де жасалуы мүмкін, микросхемалардың құрамында да болуы мүмкін. Өте көп қазіргі өндірушілер өте көп корпустарды ұсынып жатыр. Мынау негізгі жалпы корпустары осылай болып белгіленеді. Жалпы өрістік транзистордың негізгі артықшылықтары дейді. Бірінші, жалпы өрістік транзисторларда кіріс кедергісі өте жоғары және шығыс кедергісі өте төмен. Бұл дегеніміз өте жақсы. Келесі, аз қуат тұтынады өрістік транзисторлар. Келесі, өрістік транзисторлар шуға төзімді, яғни шумға төзімді болып келеді. Яғни әртүрлі помехаларға төзімді болып келеді. Осыдан кейін өрістік транзисторлармен жасалынған құрылғылар, схемалар шусыз жұмыс істейді. Осыдан кейін келесі бұның артықшылықтарына келетін болсақ, осы изоляцияланған затвор бар өрістік транзисторлар негізінен микросхеманың, жалпы микросхема жасаудан негізі осылармен жасалынады. Осылар арқылы негізі қаланған жалпы микросхемалардың. Бұлар өте аз орын алады, технологиялық процестері де өте қарапайым. Сондықтан осы MOF-MDP транзисторлар дейді, яғни ағылшынша MOSFET дейді. Бұлар таптырмайтын құрал, микросхема жасауда интегралданған. Сосын кейін бұлар биполярлық транзисторға қарағанда өте аз тоқ пайдаланады. Осымен балалар, сабағымыздың соңына да келіп жеттік. Өздеріңізге мына сұрақтарды қойып көріңіздер. Металл, диэлектрик және жартылай өткізгіштен тұратын транзисторлардың қандай түрлерін білесіздер? Жауап беріп көріңіздер. Яғни арнайы арнасы бар және индукциялық арнасы бар транзисторлар болып бөлінеді. Яғни ендірілген арналы өрістік транзистор дегеніміз не дейді? Бұл дегеніміз, яғни подложканың үстінде исток пен стоктың арасында арнайы ендірілген өзінің каналы бар. Осы канал арқылы тоқ өтеді. Яғни біз осы тоқтың полярностын өзгерту арқылы мүмкін ашу, жауып отыруға болады осы транзисторлы. Индукцияланған арнасы бар өрістік транзисторлар дейді. Бұл жерде ешқандай исток пен стоктың арнасында жасанды арна жоқ. Бұлар, яғни электр өрісінің күші арқылы индукциялық арналар жасауға болады екен. Өрістік транзистордың негізгі артықшылықтары бұлардың, яғни жаңа айтып кеттік, кіріс кедергісінің жоғары болуы, шығыс кедергісінің төмен болуы, помехаларға төзімділігі, тоқты аз тұтыну биполярлық транзисторға қарағанда. Осыдан кейін өте аз орын алуы, микросхемаларды жасаған кезде көбісінде осы транзисторлар қолданылады. Технологиялық процестердің өте қарапайымдылығы, тағы басқа.